Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін ең алғашқы онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі онлайн сабақта мен сізге болашақта онлайн сабағымыз қалай өтетінін және де алдымызда қандай көрнектілік болу керек екенін түсіндіремін. Егер үйлеріңізде 9 мақ тақтасы болса, онда әрине алдарында 9 мақ тақтасы мен дәптер қалам болу керек. Егер де 9 мақ тақтасы болмаса, онда дайындаудың екі амалы бар. Біріншісі egemcenter.com деген сайтқа тіркеліп алсақ, және де екіншісі, егер ноутбук компьютеріміз болмаса, онда ұялы телефонға Play Market'тен Master 9 мақы деген ойынды жүктеп алу керек. Қазір мен сізге жеке сол egemcenter.com-ға қалай тіркелу керек екен, және де Master 9 мақтың ссылкасын жүктеудің ссылкасын группаға лақтырамын. egemcenter.com деген сайтқа кірсек, біздің алдымызда осындай бет ашылады. Осы кезде қызылдағы жазуды оқысақ, внимание, в связи с большим количеством просьб от многих игроков для игры Толстого молока была создана отдельная страница. Бұл дегеніміз 9 мақ ойыншылар үшін бөлек бет ашылған туралы айтылады. Бұл сайтта негізі 9 мақтан басқа көптеген ойындар ойнауға болады. Біз енді сол нажмите здесь дейтін сілтемені бассақ, біз енді тек қана 9 мақтың ойынның бетіне кіреміз. Енді осы кезде мына қазір міне вход регистрация дейтін сілтемеге басамыз. Алдымызда осындай окошко ашылады. Осы жерге егер тіркелген адамдар болса, ол мына жерге өзінің ниігін жазады, оң жағымызға. Мысалы, менің никтарым. Ал егер тіркелмеген адамдар болса, тіркелейін деп отқан, онда осы жерге ең үстімен жылайын никнейм дегенге өзінің қалаған атын қойса болады. Или оқушы өзінің аты жөнін жаза салсаңыз болады. Өзіңіз қалауыңыз. Или бір қазір мода ғой, сол никнейм жазу. Никнейм жазсаңыз болады. Сосын астыңызға өзіңіз тек қана өзіңіз білетін парольді жазып аласыз, оны жаттап аласыз. Және де email адрес почта. Әркімнің өзінің почтасы болады. Ол ата-аналар, егер сіз оқушылар білмесеңіз, ата-аналарға да сұрасаңыз болады, оларда бар. Сол почтаға жазсаңыз болды. Ары қарай регистрацияны басамыз. Болды. Уже біз тіркеліп қоямыз. Сосын регистрация жасағаннан кейін біздер ойынға кіреміз. Мысалы, мен қазір өзімнің ниігімді жазып, мен регистрация жасап қойған, кірдім. Менің ниігім менің атым Парахат Ақтау деп тұр. Енді тіркелгеннен кейін окошканы жабамыз да, осы жерде міне ойыншылар тұр, міне ойнап жатқан. Мысалы, адам деген бір никпен ойнап жатыр. Әртүрлі адаммен ойнасақ болады. Немесе, егер бұлардың ешқайсы өзіңіз ойын ашқыңыз келсе, начать игрыды бассаңыз, алдыңыздан осындай окошко ашылады. Міне, 9 мақтың окошкосы. Осыған сіз деген кез келген адам шақырсаңыз болады. Міне, сіз окошко ашсыңыз ғой. Осы жерге нажмите здесь деп бассаңыз, мына ссылканы копировать етіп, WhatsApp-қа жіберсеңіз, басқа екінші адам сол сіздің ашқан тақтаға отыра алады, және де сіз бір-біріңізбен ойнай аласыз. Ертең болашақта менде өстіп, егер тақтаңыз болмаса, egemcenter.com-мен дайындала аласыздар. Мен ашып қоямын, шақырамын сізді, сосын кіресіңіз. Осы жерде чаты да бар, жүрген жүрістер де бар, осы жерде бәрі бар, сол тақтасы бәрі. Ал егер осы egemcenterдің ерекшелігі, сіз тек қана өрлеу шығармашылық клубының балаларымен емес, әлемнің түкпір-түкпірінен кез келген баламен ойнай аласыздар. Өзіңіз дәрежеге байланысты. Адам бол деген біреумен ойнағыңыз келсе, міне играть деп басасыз да, міне отырыңыз. Адам бол тақтасын ашып қойған, мен қасына отырып алған. Екеуміз өстіп ойнасақ болады. Мына жерде оң жақта өзіңіз уақыт қоясыңыз. Егер шапшаң ойнаймыз десеңіз, біресе ойын 5 минуттық бар, 10 минуттық бар, 15 минуттық бар, 20 минуттық бар. Өзіңіз қалаған уақытыңызды қойып алсаңыз болады, өзіңізге ыңғайлы. Егер қарсы алсаңыз келіссе, әрине. Сөйтіп уақыт қойып аласыз. Мысалы, мен қазір 5 минутқа қойып, изменить блиц тез ойнаймыз. Стартты бассам, сосын адам бол дейтін біреу стартты басса, никпен жүрген адам. Онда біз екеуміз ойнаймыз. Дәл осылай менімен де өстіп дайындаласыз. Ане старт басты. Және де ол бастады. Ол қазір бастады, міне ол 7-мен жүрді. Соң құмалға 6-ға түсті. 6-ны жеп қойды, 76. Мына жерде міне 76 дейтін жазу бар. Оны өзіңіз жазып ойнауды білесіңіз. Енді мен жүремін, әрине мен 98-мен қайтарамын, сізге үйреткендей. Ары қарай өстіп ойнай береміз. Түкпір-түкпірінен кез келген баламен ойнай аласыздар. Өзіңіз дәрежеге байланысты. Адам бол деген біреумен ойнағыңыз келсе, міне играть деп басасыз да, міне отырыңыз. Адам бол тақтасын ашып қойған. Мен қасына отырып алған. Екеуміз өстіп ойнасақ болады. Мына жерде оң жақта өзіңіз уақыт қоясыңыз. Егер шапшаң ойнаймыз десеңіз, біресе ойын 5 минуттық бар, 10 минуттық бар, 15 минуттық бар, 20 минуттық бар. Өзіңіз қалаған уақытыңызды қойып алсаңыз болады, өзіңізге ыңғайлы. Егер қарсы алсаңыз келіссе, әрине. Сөйтіп уақыт қойып аласыз. Мысалы, мен қазір 5 минутқа қойып, изменить блиц тез ойнаймыз. Стартты бассам, сосын адам бол дейтін біреу стартты басса, никпен жүрген адам. Онда біз екеуміз ойнаймыз. Дәл осылай менімен де өстіп дайындаласыз. Ане старт басты, және де ол бастады. Ол қазір бастады, міне ол 7-мен жүрді.
сан құмалақ 6-ға түсті. 6-ны жеп қойды, 76. Мына жерде міне 76 дейтін жазу бар. Оны өзіңіз жазып ойнауды білесіңіз. Енді мен жүрем, әрине мен 98-мен қайтарамын, сізге үйреткендей. Ары қарай өстіп ойнай беремін. Мен Аманқос Исмат өрлеу аула клубының тоғызмақ үйірмесіне Парахат ағайға 2 жылдан бері қатысамын. 9 құмалақта неше тас, неше құмалақ, неше қазан бар? Тоғызмақта барлығы 132 құмалақ бар. Және 18 отау бар. Отау дегеніміз осы құмалақ тұрған отаулар. Олар барлығы 18. Және 2 қазан бар. Мынау менің қазаным, мынау Қарсыластың қазаны. Қандай түрлерін білесің? Тоғызмақтың 3 түрі бар. 3 түрі бар. Олар классика, ракет және блиц. Тұздық ашу үшін қай жолмен жүру ыңғайлы? Тұздық ашу үшін 2-мен жүру ыңғайлы. Тұздық ашу үшін бір отауға 3 құмалақ жинау керек. Құмалақ тұздыққа түскен кезде ол қарсыластың қазанына түседі. Тоғыз құмалақта атудың 2 амалы бар. Біріншісі асырату, ол қарсыластың құмалағын бітіру. Ал екіншісі 82 құмалақ жинау. Қандай жаңа нелерің бар, жетістіктерің бар? Мен тоғызмақта 2 рет 3-ші орын алдым, 2 рет 2-ші орын алдым, және бірінші рет 1 орын алдым.